Жұмабайдың қалаға бұ жолы не жұмыспен барғанын абай дәлді білмейді. Бірақ оның Байтасқа айтқан бір сөзінде Құнанбай тапсырған бір жұмыспен барып келе жатқаны мәлім боп еді. Абайдың бұрыннан байқауынша бұл Құнанбайға қадірі бар кісі. Абайға ашуланып, ренжіп барса, алдымен әкесіне шағады. Осыны еске алып кеп, Абай енді күлкіден тыйылып, жаңа қатарласқанда, жол ұзақ, ұйқы ашар болсын деп ойнап ем, ғайыпқа бұйырмаңыз Жұмеке, деді. Енді тіпті сыпайы сызылып тұр. Жұмабай жас баланың пішініне ырза болып қарады да үндемеді. Байтас Абайды құрбысындай қағытып, жарайсың, ғайыпқа бұйырмаңыз. Сенің мынауың менің көшкенде жүгартамын Саратанға, айтамын небетімді ойкапама деген өлеңім сияқты болды-ау, деді. Абай жете түсіне алмады. Қалай дейсің Байтас аға? Ойкапа деп кімді айтасың? Ойкапаны білмеуші ме? О несі екен? Бәсе, Ойкапа деген біздің қатын. Былтыр ала жаздай серлік құрып, ел қыдырып, қыз келіншекпен сауық сайран салмадым ба? Содан аяғы қызық бітіп, үйге қайтатын да мезгіл жетті. Енді қатынға қалай қарарға да, не деп барарға да бет жоқ. Сонда әдейі бетінің зәрі қайта берсін деп, не бетімді айтамын Ойкапама деген өлеңімді өзім ауылға бармастан бір-екі күн бұрын айтқызып, жолдастарымды жіберіп жатып ем. Сол осы күні мәтел боп кетіпті, деді. Абай да, Жұмабай да қызығып тыңдасты. Өзі сері, әнші, сұлу Байтасқа екеуі де бірі кәрі, бірі жас бала, қызғана да, тамашалай да қараған еді. Абайдың көз алдына Ойке деген жеңгесі де, Байтастың былтыр жаздағы әншіл, сауықшы жолдастары да толық елестеді. Естіген әңгімесінің бәрін еңсесімен ынтыға тыңдайтын бала, бұрын Байтаспен сырлас, әңгімелес болмаса да, жаңағының аяғы немен тынған білгісі кеп, қызығып келе жатты. Байтастың құрбыдай қалжыңдаған пайдаланып, ал Ойкапаңа не бетіңді айттық сонымен Байтас аға? Деп жабыса түсті. Байтас бұған күліп, енді іріленіп қарап, не бетімді айтушым? Сорлы қатын алыстан әнмен арыз айтып жатқанға шыдасын ба? Келсем алдымнан өзі шығып, атымды байлап жатыр, деп Жұмабай жаққа қарап иек қағып қойды. Абай үндеген жоқ. Ішінен алдаған екен ғой деп байлады. Сол әңгіме жүргіншілердің таңертеңнен бергі қатты жүрісін Найманкөктің ақырын бүлкігіне әкеп салған еді. Бала шәкірт ауылға асыққан, лепірген күйіне қайта келіп, тағы да тебіне жөнелді. Қой деймін бала, ат зорықтырасың. Жапа жалғыз ұзап кетіп жауға жем болмасын, деп екі жолдасы тағы да тежей бергісі келді. Бірақ қаладан, жабырқау медреседен жаңа құтылып, енді үйіне, ауылға жетуге асыққан бала шәкірт ол сөзді тыңдайын деп ойысқан жоқ. Үлкендер қорыққан Есенбай да, тіпті ұрылар да Абайға сауындайлық жат, суық боп көріне алмады. Ұры десе осы елдің өздеріндей қазақтары. Көп болса киімдері ер-тұрманы ғана жаман, қолдарында сойылдары ғана бар. Ондай ұрылар жайында Абайдың естіген әңгімелері соншалық көп. Кейде тіпті сары тоқым ұры болған ел ішіндегі үлкендердің өз аузынан естіген әңгімелері де ұмытылмайтын. Қайта бір кездесіп, дәл жауға шапқан пішіндерін көрсем деген іште жүрген ынтығы да болатын. Ал қарауыл биік анау, жасырын жырасы мынау деген Есенбай найзатастар болса, ол Абайдың өз ауылының аса мәлім қоныстары. Көктем мен күз уақыттарында жылында 2 рет осы жерлерге Құнанбай ауылдары келіп қонып, ұзақ уақыт отырып, жайлап та кететін. Анау көрініп тұрған төскейдің сай-саласы, бие бауы, ауыл қонысы, қой өрісі барлығы да соншалық таныс, жақын. Тіпті былтыр Боқырауда күзем үстінде қалаға оқуға кеткенде дәл осы қоныстан Есенбайдан кеткен болатын. Сонда тайға шапқан, асық ойнаған құрбы балалармен жаяу жарыс жасап, асыр салған ең соңғы бір ыстық қоныс осы болатын. Қыс бойы ауылды, елді сағынғанда есінен кетпейтін соңғы күндері де дәл осы Есенбайда өткен. Енді кеп, бұл жерде ұры бар, сұмдық жер, бәле жатқан жер деген сөздің қандай болса да көңілге дарымайды. Жазықсыз сары биік, көкшіл қоныс, ақ көделі әдемі өлке мұнарланады. Барлық айналадағы кең дүниеге, әсіресе мынау өзі туған Сахара,
өлке белдерінде соншалық бір туысқандық ыстық сезіммен, кешіріммен де қарайды. Жабыса, сағына сүйеді. Үзілмей, қатаймай, бір қалыппен желпіп соққан әдемі салқын қоңыр жел қандай рахат. Осы желмен құлпыра, толқып, су бетінде жыбыр қағып, шалқып жатқан ал күрең көде мен селеу далалары. Дала емес, теңіздей қандай. Сол даладан көз алмай, тоя алмай үнсіз телміріп, ұзақ-ұзақ қарайды. Шамасы келсе, бұл жерлерді құбыжық көру емес, үрке қарау емес, құшағын керіп аймалар еді. Сылап сүйпап, мен сені сағындым, өзгелер жаман жер десе, мен олай демеймін. Тіпті қойныңа тыққан ұры мұрынмен де жатсың, бөтенсің демеймін, деп қараған сияқты. Тағы да шапқылап, қара үзіп алыстай берді. Болмайтын болды. Артыңда қалып майырға ерген лауштай қашанғы текіректейміз. Бұл қорлықты көргенше кел Жұмеке, біз де аттың басын қоя берейік, деп байтас буырыл атты ағыза жөнелді. Жұмабай да еріксіз шапты. Аздан соң абай бұларды тосып алып, енді үшеуі бірдей ұзақ-ұзақ жарысуға айналды. Қорықтан шыққалы таңертеңнен бері бөгелместен тартқан 3 салт атты аттарын қан сорпа қылған қалпында кешкі екінді кезінде Көлқайнардағы Құнанбай ауылына, Абайдың өз шешесі Ұлжанның отырған ауылына кеп жетіп еді. Көлқайнар суы мөлдір, мол бұлақ болғанмен кең қоныс емес. Жайлауға қарай шыңғыс асқалы беттеп келе жатқан елдің 3-4 ауылы қоныпты. Бұның бәрі Құнанбай ауылы деп аталады. Өзінің ауылы мен жақын туысқандарының ауылдары. Көлемі аз бұлақтың айналасына жиі қонған ауылдардың үйлері де, шұбыртқан малы да, адамдары да кешкі мезгілде ию-қию араласып жатқан сияқты. Жер ошақтардан шыққан түтіндері де бір-біріне қосылып уласып, тұтасқан көкшіл мұнардай тарайды. Үрген иттер, мал қайырған айқайлар, маңыраған қой, қозы шулары араласып жатыр. Кешкі суға келе жатқан қалың жылқының кісіне шапқан дүбірі, шаң тозаңы болсын, немесе оқта-текте азынай кісінеп, үйірін іздеп шапқан, мінеуден босаған жас айғырлар дауыстары болсын, барлығы да осы отырған ауылдардың осы кештегі тіршілік тынысын білдірген сияқты. Баланың барынша сағынған көрінісі. Қазір жүрегін аттай тулатып, соншалық қуантып, еркін алған көрінісі. Жүргіншілер бұлақтың дәл қасына ең жақын қонған ауылға келе жатыр. Ортасында 5 үлкен ақ үйлер бар. Көп үйлі ауыл Абайдың 2 шешесі Ұлжан мен Айғыздың ауылы. Осы ауылдың шеткі үйлерін сырттап, кешкі жайылымға, батыс жаққа қарай жаңа өріп бара жатқан бойдақ қойдың ішін аралап, ортадағы үлкен үйлерге қарай беттеп келе жатқан 3 аттыны бұл ауыл тез таныды. Әсіресе қораның ортасында қосақталған қойды сауып отырған қатындар бұрын көрген екен. Етектерін белдеріне қайырып түріп алған, ал жапқыш тартқан қалыптарымен қолдарына шелектерін ұстасып, жүргіншілерге қарап: қалашылар келеді. Анау Абай ғой, айналайын-ай, апасына айтайыншы, деді бір қартаң қатын. Бәсе, телғара ғой, жаным-ау, мынау телғара, әпкеме айтайыншы, деп тағы бір жас қатын жеңге де үлкен үйге қарай ұмтылысқан. Сағынған баласының келер мөлшерін байтас кеткеннен бері шешесі Ұлжан да есептеп, осы бүгінге ұйғарып жүреді. Қырықтың ішіне жаңа кіріп, семіз тартып қалған сары қызыл бәйбіше жаңағы дауыстары түгел естіді. Өз үйінен шығарда төрде отырған енесі Зерені де хабарландырып, сүйемелтеп ерте шықты. Құлағы көптен мүкіс тартқан кәрі әжесінің ең бір жақсы көретін немересі Абайды. Оны есінен шығармай, дұғасына кіргізіп, тілеуін тілеп отыратын. Аттылар үйдің сыртына келе бергенде алдарында сол үлкен үй мен күншығыс жағына тігілген қонақ үйдің екі арасында бұларды күткен бір топ жан тұр екен. Жаңағы шешелерден басқа жеңгелер, көрші үйлердің қатындары, бірен-саран тыста жүрген шал кемпір, онан соң осы ауылдың барлық үйлерінен шығып жүгірісіп келіп жатқан балалар бар. Бұл топқа қарай ауылдың үлкендері де жан-жақтан дабырлап сөйлеп ағылып келе жатыр. Осы жиынға қараған бетімен екі жолдасынан озып кеп бұрын түскен Абайдың атын біреу алып кете берді.
Бала көп ішінен ең алдымен өзінің шешесін көріп, соған қарай жүре беріп еді. Шешесі анадай жерде тұрып: «Әй шырағым балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр, сәлем бер», деді. Абай жалт қарап барып жаңа көрді. Анадай жерде қонақ үйдің сыртында қасында 2-3 үлкен кісі бар, әкесі Құнанбай тұр екен. Ыңғайсыздықпен қысылып қалған бала шешесінің сондайлық салқын сабырының мәнін ұқты да әкесіне қарай тез бұрылды. Байдас пен Жорға Жұмабай да анадайдан аттарынан түсіп жаяулап жетектеп Құнанбайға қарай келеді екен. Бірақ өңі сұп-сұр, зор денелі, буырыл сақалды Құнанбайдың жалғыз көзі бұларда емес. Батыс жақтан 4-5 атты жолаушы келеді екен. Арты Қыдырдан шыққан жолаушылар тәрізді. Өздері өңшең толық денелі үлкендер сияқты. Құнанбайдың бүгін әдейі тосып отырған адамдары болуы керек. Ол соларға қарап тұр.